Biz үйленейік дегенбіз, бірақ ата-анамыз қарсы. Құдамыздың руы кім екен, а? Самуға найман болмаса болды. Менің әкем руға қатты бөлінеді. Жақсы ру болған дұрыс та, андай өсетін ру. Шапырашты, мысалы, жалайыр деген. Біреуіміздің әкеміз бизнесмен, біреуі стройкада істейді. Ойбай. Үй жаққа сыгандар кіріп кетті, 5-10 теңгесін беріп, қуып жібер. Құда шақырып жатыр едік. Мен көрсем де аналарға қызымды бермеймін. Алтын беген, а? Сенің қызың қу кедейлерге кетіп бара жатыр. Строительный фирмаларыңыз бар ма? Фирма дейтіндей емес енді. ИП. Сіздерде бизнесмен деген жоқ па? Мен той басқарам, тамады. Біз құда бола алмаймыз. Тоқтаңдаршы! Дұрыс қайтамыз. Сіздерге сыйлық дайындап қойдық қой. Кімге? Қандай? Руларыңды білмейсің деген соң біз ДНК тест тапсырдық. Мүмкін сендер даже қазақ емес шығасыңдар. 100% қазақ. Ары қарай оқсашы. 95% жалайыр. Сен маған қыпшақпын деген жоқсың ба? Айналайын, өзім қазір біліп отырмын, қоя тұршы, а? Жанболат. Құда де, жалайыр болсаңыз, сіздің бағана айтып отқан ипіңіз автомат түрде толы болатын түрі бар. Ай, ашсаңызшы бәріміз ашып қой. Дедім ашпайын. Керей болып туылдым, керей болып өлем. 60% ошақты. Құда? Неге жырттыңыз? Мен бір подругам күшті шежіреші бар дедім. Қайырлы кеш. Кет! Дұрыс айтасыз. Отыр! Елбасы бара! Бәтем болып тұрып едіңіз. Басты кете берші, сен қатын не? Руым кім менің? Атаймын деп айттым ғой. Атаймын! Кет! Құда! Біз Бағдат екеуміз... Өй, айтпа.